Сәлем достар, егер қолтығыңыз қарайған болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз, пайдасы тиеді. Менің парақшама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолтығыңыздың қараюына не себептен болады, соны анықтайық ең алдымен. Ең бірінші, дезодоранттар мен антиперспиранттар қолдану себебінен, өйткені ода химиялық заттар қосылған. Екіншіден, қырынудың себебінен. Көп қырына берсеңіз, қолтығыңызды тітіркену және қажалу арқылы қараяды. Үшінші, өлі жасушалардың жиналуы, пилингтің болмауынан. Ал төртінші кезекте бұл тар киім киюіңізден. Және темекі шегушілердің қолтықтары қараяды, өйткені темекіде гиперпигментация туындайды. Көбінесе қант диабеті, семіздік және гормонның деңгейінен көбеюі қолтықты қараюына келіп соқтырады. Және бүйрек үсті безінің зақымдануы, бактериялық инфекциялар қолтықты қарайтады. Мен сіздерге қазір қалай табиғи жолмен ешқандай зиянсыз қолтығыңызды ағартуға болатын бірнеше түрлерін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қолтықты қарапайым ас содасымен 2 қасық ас сода, оған лимон шырынын қосып араластырып, қолтығыңызға жағып 10-12 минут ұстап, содан кейін жуып тастайсыз. Ас содасы мен лимон шырынын осы әдіспен аптасына 2 мәрте қолтығыңызға жағып тұрыңыз. Сонымен қатар картоппен де қолтықты ағартуға болады. Ол үшін картопты ортасынан бөліп, сол бөлінісін қолтығыңызға айналдыра отырып жағасыз. Немесе картопты теркадан өткізіп, соның шырынын қолтығыңызға жағасыз. 10 минуттан кейін салқын сумен жуып тастайсыз. Және де қиярмен де қолтықты ағартуға болады. Ол үшін қиярды қалың тілімдеп кесіп, сонымен қолтықтың астын қарайған жерін жақсылап сүртесіз. 10 минуттан кейін қолтығыңызды салқын сумен шайып тастайсыз. Пайдалы ақпараттармен бөліскен мен Алуа Омар. Менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.